Міне қараңыздар, төрешілердің шешімі. Біздің ойымыз басқа, көріп отырған басқа, бірақ төрешілердің шешімі басқа. 4 төреші өзбек боксшы жеңді деп есептеген екен. К сожалению, пока не... Хорошо, дальше. Можно продолжать. Нокдаун. Это плюс для Асланбека. Нокдаун болса да осы бере қоймайтын шығар жеңісті. Енді жамандық айтпайықшы, жақсылыққа жорық бәрін. Енді расында төрешілердің көп шешімін түсінбей отырмыз. Победу над своим соперником из Узбекистана. Еще раз, снова можно было еще один нокдаун начать. Я тамаша, міне соққыларын жұмсатып бірлеп. Міне қазір енді еш шимай ұру керек, міне тағы да нокдаун. Енді осыдан кейін бермей көрсін енді, қалай болады. Жұдырықтасам деді өзбек жігіті, көрейік тағы да. Осы ес шидырмай тағы да. Төмпештеп соққын астан, міне тағы да бір жақсы соққы өтті. Міне тағы да міне. Жақсылап тұрып сабадан Асланбек Шынбергенов. Ай, намыс қой жігіт екен. Тамаша міне, тамаша жау. Ай, міне тамаша міне. Третий. Все, о чем я и говорил, победа Асланбека Шынбергенова, проигрывая по ходу боя, смог сломить сопротивление. Сласын бір раундта 3 рет нокдаунға жіберді. Ауыр соққыларды өзіне қабылдады. Қазір қарсыласы енді ойлап тұрған шығар енді, ең болмағанда бір 10-15 секунд қана шыдай алмай қалды ғой.